Шакур Стивенсон. Бұл боксшының бокстасу мәнері қазір ұмытылып бара жатқан америкалық көне бокс мектебіне келеді. Жасы енді ғана 26-тан асқан Стивенсон 5 жылдың ішінде 3 бірдей салмақтың чемпионы атанып үлгерді. Біз бүгін кәсіпқой бокстың жас талантты жұлдыздарының бірі Шакур Стивенсон жайлы айтатын боламыз. Достар, әлем боксинг арнасының 87% көрермендері видеоларды тіркеліссіз көреді екен. Қолдау ретінде подписация батырмасын басып кетіңіздер. Сіздерге оңай, ал бізге шабыт береді. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Шакур Стивенсон 1997 жылы 28 маусымда ақш-тың Нью-Джерси штатында орналасқан Ньюарк қаласында дүниеге келген екен. Отбасында 9 баланың ең үлкені. Шакурдың есімін әйгілі рэпер Тупак Шакурдың құрметіне қойған көрінеді. Жергілікті бокс залында бапкерлікпен айналысатын атасына еріп, Шакур да 5 жасынан бастап бокспен шұғылдана бастайды. Әуесқой бокстағы ең алғашқы үлкен жетістігі 2013 жылғы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының алтын жүлдесі болатын. Қарсыластарына бірде-бір раунд жеңуіне мүмкіндік бермеген Шакур келесі жылы жасөспірімдер арасындағы олимпиада чемпион атағында жеңіп алады. Арада 2 жыл өткенде ересектер арасына қосылған Стивенсон 2016 жылғы Рио олимпиадасына да қатысады. Стивенсонның олимпиадада көрсеткен өнері промоутерлерді тәнті еткені сондай, барлығы Шакурды өз компаниясына қосып алуға тырыса бастайды. Тіпті Флойд Мейвезер Шакур үшін Риоға ұшып барған көрінеді. Бірақ кәрі қасқыр Боб Арум барлығынан озып кетіп, олимпиада біте сала Шакур Стивенсон топ рангпен келісімшартқа отырады. Шакур әуесқой бокста жүргенде басқа бапкердің қол астында болған екен, бірақ кәсіпқойға ауысқан соң атасы қайтадан жаттыра бастайды. Жаттығу залы ретінде Теренс Кроуфорд жаттығатын зал таңдалып, кейіннен екі боксшы достасып кеткен көрінеді. Стивенсонның техникасы керемет болғанмен, қарсыластарын уақытынан бұрып жеңіп жүргенмен, алғашында ең әлсіз қарсыластардың өзін құлата алмайды. Содан болар, алғашында нағыз фанаттар болмаса, бұл боксшыға көпшілік жанкүйерлер аса назар аударар қоймайды. Дегенмен жекпе-жек сайын шыңдала берген Шакур уақыт өте келе қарсыластарын құлата бастайды. Дәл осы қарқында өзінің алтыншы жекпе-жегінде Стивенсон әлі жеңіліс көрмеген Патрик Райлиді 2 раунд ішінде жермен жексен етеді. Ару қалса да әдет қалмайды демекші. Осы уақытта Шакур көшеде досы екеуі әйел мен еркекті қосып сабап, сотты да болады. жылдың басында филиппиндік Джесси Крис Росалеске қарсы жекпе-жекте IBF интерконтинентал белдік үшін жекпе-жекке шығады. Өзінің техникалық басымдығын толығымен пайдаланған Шакур қарсыласын қол созым жерге жеткізбей әбден сабайды. 4-ші раундта қарқынды күшейтіп, енді өз шабуылға шыққан Стивенсон сол қолдың тура соққысымен қарсыласын нокаутқа жібереді. Арада 3 ай өткенде бұрын әлем чемпиондығына үміткер болған Кристофер Диасқа қарсы жекпе-жек өтеді. Мансабында 25 жекпе-жек өткізіп, оның біреуінде ғана жеңілген Диас жекпе-жек барысында дәрменсіз көрінеді. Бастан іштен тоқтаусыз соққы жаудырып, қарсыластың қарқынын басып отырған Шакур бұл жекпе-жекте ұпай санымен жеңіске жетеді. 2019 жылдың күзінде Шакур Стивенсон 57 келідегі WBO чемпиондық белдік үшін жекпе-жекке шығады. Бұл сында оған қарсылас ретінде әлі жеңіліс көрмеген америкалық Джоэт Гонсалес шығады. Бұл кездесуде Стивенсонның барлық жекпе-жектері секілді өтеді. Алғашқы минуттан Шакур қашықтан соғатын тура соққылармен қарсыласын жақындатпайды. Гонсалес жақындай қалса, Шакурдың қарымта соққыларына түсіп қала береді. Осылайша бар болғаны 22 жасында Шакур Стивенсон әлем чемпионы атанған болатын. Бұл салмақтағы мақсатына жеткен соң, ол салмақ қуудың азабын жеңілдету мақсатында белдігін тастап 59 келіге көтеріліп кетеді. Бұл салмақтағы алғашқы жекпе-жегі пуэрториколық Феликс Карабальоға қарсы өтеді. Жекпе-жек бастала сала пуэрториколық боксшы жылдам қарсыласын баяулату мақсатында Шакурдың бүйірінен соға бастайды. Оған жауап ретінде Стивенсон да қарсыласының бауырын нысанаға ала бастайды. Осылайша жалғасқан жекпе-жекте Карабальоның бауыры бірінші болып сыр беріп, 6-ші раундта ол жекпе-жектен бас тартады.
Тағы екі жекпе-жекте жеңіске жеткен Шакур 2021 жылдың күзінде енді 59 келідегі WBO белдігінің иесі Джамел Херрингке қарсы жекпе-жекке шығады. Шакур қарсыласын әуесқой бокстан бері жақсы білетін, сондықтан ол барлау жұмыстарына уақыт жоғалтпай, алғашқы раундтан бастап агрессивті мәнерде шабуылдай бастайды. Оныншы раундқа қарай тірі бокс қапшығына айналып бара жатқан Херрингке жаны ашыған рефери жекпе-жекті тоқтатады. Осылайша Шакур Стивенсон 17-ші жекпе-жегінде екінші салмақ дәрежесін бағындырады. Бұл кезде оның жасы 24-те болатын. 2022 жылдың көктемінде WBO белдігінің иесі Шакур Стивенсон мен WBC белдігінің иесі Оскар Вальдес арасында жекпе-жек өтеді. Әлі жеңіліс көрмеген Вальдестің хуқ соққысынан кезінде біраз чемпиондар зардап шеккен болатын. Бірақ бұл жекпе-жекте мексикалық боксшының әйгілі комбинациясы жұмыс істемейді. Қарсыласының барлық шабуылдарын оп-оңай басып отырған Шакур 6-шы раундта Вальдесті бір құлатып алады. Одан соң жекпе-жек тізгінін қолдан шығармаған Стивенсон Вальдесті ұпай-санмен ойсыратып жеңіп, 2-1 чемпиондық белдікті біріктіреді. Сол жылдың күзінде ол белдіктерін бразилиялық олимпиада чемпионы Робсон Концейсаоға қарсы қорғау керек болған болатын. Бірақ салмақ өлшеу рәсімінде 59 келіден асып кеткен Шакур белдіктерінің барлығына айырылып қалады. Бірақ бұл жайт Стивенсонның олимпиада чемпионын 12 раунд бойы сабап жеңіске жетуіне еш кедергі келтірмейді. Осыдан соң Шакур 61 келіге көтеріліп, 2023 жылдың көктемінде жапондық Шуичиро Йошиноны 6-шы раундта тоқтатады. Осылайша 61 келінің есігін теуіп кірген Шакур бірден WBC белдігінің иесі Девин Хейнидің жағасына жармасады. Бірақ ол бәледен аулақ деді мекен, белдігін тастап 63 келіге ауысып кетеді. Хейниден қалған WBC белдігін Стивенсон мен доминикандық Эдвин де Лос Сантостың арасында бәске қойылады. Жекпе-жек былтыр күзде өткен болатын. Бокстасу мәнері бір-біріне ұқсайтын екі солақай боксшы алғашқы раундтарда кім мықты екендігін анықтай алмайды. Бірақ жекпе-жек соңына қарай қарсыласын түсініп алған Шакур доминикандық боксшыны қарымта соққыға ұстай бастайды. Осылайша тең өтіп жатқан жекпе-жектің соңғы раундтарын алып кеткен Стивенсон аз ғана ұпай айырмасымен жеңіске жетіп, мансабындағы 3-ші салмақтың чемпионы атанады. Міне достар, Шакур Стивенсонның мансабы әзірге осындай екен. Рас өтірігін кім білген, бірақ Шакурмен жекпе-жекке шығудан Ломаченконың өзі бас тартқан көрінеді. Шынында, Стивенсон өте ыңғайсыз боксшы. Онымен жекпе-жекте көп чемпиондар өздерінің техникаларының таяз екендігін сезініп қалудан қорқатын болар бәлкім. Енді Шакур келесі жекпе-жегін 7 шілде күні армениялық Артем Арутюнянға қарсы өткізетін болады. Бұл қарсылас Стивенсонға қандай да бір қиындық көрсете алады деп ойламаймын. Қазір 61 келіде Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко сынды бокс жұлдыздары бар. Ал Райан Гарсия, Исаак Круздар 63 келіге көтеріліп кетті. Бұлармен де жекпе-жектері қызық болушы еді деп ойлаймын. Достар, видео ұнаса лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.